рахмет, отырыңыздар. Оқушылар, сабаққа дайынсыз ба? Көңіл күйлерің қалай? Жарайды, оқушылар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын жағымды психологиялық ахуалды қалыптастырып алайық. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім. Абай мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызым мәңгі сені, болашағым бақытым, дана тілім дегеле бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткенге шолу жасайық. Мына жақта еліміздің ұлттық нышандарда арнайы сендерге сұрақтар жазылған. Қане келіп, өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап берсек болады. Қане, кім келеді? Бірінші қатардан келе ғой, Гүлдана. Келе ғой. Біреуін алып, ашып жауап беремін. Мекен үстеуі дегеніміз не? Қандай сұрақтарға жауап береді? Мекен үстеуі қайда? Отыра. Келесі, екінші қатардан кім келеді? Тез ержігіт келе ғой. Үстел тұлғасына қарай қалай бөлінеді? Үстел тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Дара үстел және күрделі үстел. Дара үстел екіге бөлінеді. Негізгі төбе үстел және туынды төбе үстел. Туынды үстеу. Күрделі үстеу дегеніміз не? Күрделі үстел дегеніміз екі я одан да көп түгел сөздерден қосарлануынан бірігуінен жасалатын үстел. Отыра. Келесі келе ғой, ұлдана. Тез етеміз. Үстеу дегеніміз не? Үстеу дегеніміз іс-қимылдың, сынның, себебін, мақсаттың, мезгілін, уақытын білдіретін сөздер. Қандай сұрақтарға жауап береді? Мысалы, мезгіл үстеу 17 түрлі мағыналы түрлері бар. Оны айтамыз кейін. Қандай Мысалы, мезгіл үстеуін айтатын болса, қашан, қашаннан, мезгіл үстеуін айтатын болса, қайда. Жарайсың, отыра. Келесі бірінші қатардан кім келеді? Келе ғой, Айша, тездет. Мөлшер үстеу дегеніміз не? Іс-әрекеттің қандай сұраққа жауап береді? Қашаннан емес, қашаннан мезгіл үстеу. Отыра ғой. Келесі. Әдемі келе ғой. Іс-әрекеттің мөлшерін білдіреді, мөлшер үстеу. Сан-қимыл үстеуі дегеніміз іс-әрекеттің өту тәсілін, амалын білдіретін сөздер бар. Оның сұрақтары қалайша кіріседі. Жарайсың. Отыра ғой. Оқушылар, ары қарай жалғастырайық. Біз уақытымыз шектеулі. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Наурыз мерекесі және күшейткіш үстеу. Жаңа сабақты бастамас бұрын біз суреттер сөйлейді әдісі арқылы бүгінгі сабақты болжайық. Оқушылар, және айтып кетерлік, бізде бағалау парағы әр оқушыға берілген тапсырмалар орындаймыз. Сол тапсырманың жанына құс белгісін қоямыз. Арнайы дескриптор берілген сендерге. Тапсырманы орындаса, құс белгісін қоямыз. Сендер білесіңдер, я бағалау парағымен жұмыс істеді. Енді суретке қараймыз. Суретте не бейнеленген? Суретте не көріп тұрмыз? Бірінші қатар, бірінші топ. Суретте не көріп тұрмыз? Ұлдана, айта ғой. Қазақстан ұлттық мейрамы Наурыз мерекесі. Наурыз мерекесі әдетте көктемнің күн жылағанын білдіреді. Яғни күн мен ай тұтылып, күн жылып, жердің шектеліп жүреді. Ал қазақтар осы киіз үйлерін ашып, наурыздың жетістіріп, дастарханын жайып, бір-біріне тілек айтып, бір-біріне қонаққа шақырады. Тағы суретте не? Жарайсың. Тағы суретте не көріп тұрмыз? Ержігіт. Бұл жерде наурыз мейрамы болғанын көрдім. Бұл жерде
Әжелер мен және олардың келіндері және олар бір дастарханда шай ішіп отырғанда ар жарайсыңдар. Ұлыс күні берілетін батаны кім береді? Қалай беріледі бата? Ұлыс күні ақ мол болсын, дастархан мол болсын, тағы да қайда барсақ жол болсын деген сияқты баталар беріледі. Олай болса біз суретте не туралы айтылғанын қазір аудиомәтін бейнероликтен көретін боламыз. Мұқият тыңдаймыз, сол бойынша тапсырмалар орындаймыз қазір. Navruz Turan'ı ağırız. Erteli zamanda Kazak elin ersin eli şav, el birde olay birde bulay avup, malıcanları kırılıp, el basına avur kın tuğdu. Sonday kaygılı da kasvetli жылдың birinde, Navruz degen karya gözüne karastı yelim bastı, жаудан қорғануға ыңғайлы маlıcanlar жайлы топан ауғанды қысты. Оңына басқанда соңсыз азаматтары шабуыл жасаған жалпы жедіп, алжандары қыстан аман есен шығып, ел жұрты бәрі сәлем болды. Наурыз қария үлкен есепші астроном екен. Ол күнмен түннің теңелген, жер бетінің бусанған дәл 22 наурыз күні ерте тұрып, елін баралап, бүгін ұлыстың басталар күні күнмен түннің теңелген, бота қозда қой қозбайтын қасиетті күн. Жан-жануар өсімдіктердің өсіп өнетін, жер анадан қуат алып ерекше күйге енетін күн. Сондықтан барлығы той жасаңдар. Бұдан былайғы артар таң көрер жылдарымыз бүгін бұлай қуаныш берекеден басталар болсын. Ұрпақтарымыздың көңілін қайғы қасірет торламасын деп әмірленді. Сонда қарияна кемпірі, әмчан, еліме арықшылық уақытта той жасар едім. Қыстан қысылып әрең шыққан жұрт тойды несімен жасайды деген. Оған қарт күліп, той қызығын байлықпен қарын тойдыруға емес, қайта көңіл көтеріп рухани азық алуда. Көппен бірге көңілді отырышке бір ұрттан қарасумен бір аяқ көженің арқылы есерлікпен өткізген 40 күндік сауықпен 40 жүзден байлықтан артты. Ал енді кемпір, сенде отырмай қалыныңды бұлға Hatta bir kere çocuk böyle şirkesine çıktı. Onu görüp karıya kempirin mahtap. Kör şerreysin kempirim. Çok tura bir toyun niyetini saklatsın. Gel o kazandasan. Kazanın 4 bularla 4 çaprak bayı koy. Onun bile onun kıskandan ölsün diye. Bile onun kömbalara, bile onun kıyağına, bile onun ne bileyim. Karıştıklı karyalarına da kalkan ettirdi tuğrak köşege sarıp jibir, jene köşege arpa, biday, tuz, katıl siyatı jettirir, dәл bozulsun. Babalar dәстүрін жалғасын, dәл өсіп, өркіндеуіміздің белгісі болсын. Су мен тұз, ұрпақтарымыздың дәл тұздары жарасып, мәңгі татып тәтті өліміне дәл екір болсын. Айран қатып, айрандай үйіп, басымыздың өмірлік бір болып, Көңіл адам етке құнатындығымыздың күәсіз болсын. Ал қазақтарына қойып пісірілген 4 жапырақ май, 4 түлігіміз сай, бай бақытты тұрмыс кешуіміздің өмірлік бастамасы болсын. Бүгінгі осы той талағынан дәм татқан үлкен кіші кәрі жасқа түгел бір күн жас болсын. Осы той әзіл дәл осы күні әр отбасына міндетті түрде өткізіліп отырсын деген екен. Шөлкіп наурыз қалыптың елі қаптыңды қалған еттерін түгіл қазанға салып құлған асыл той жасап, жаңда білігі көңілдерін көтеріпті. Ел қарияға алпыстарын жаудырып, той қызығын әлденеше күнгі жалғашты. Әне-міне дегенше жаз шығып күз келіп, көзді ашып тұрған қыс өтіп, тағы бір көктем келіпті.
Енді Наурыз қарияның ұйғарымы бойынша көктем тойына ерекше әзірленіпті. Қария бұл рет жан-жаққа ат жақтырып тойға маңайындағы алыс жақын елдің бәрін шақырыпты. Тойға шақырушының бір анаша ханға барып, «Тақсыр, сізді ауылыңыздың мы дедім, тойға шақырып келдім» деді. Хан оған, «Оу, бұл қай уақытта жасалған той? Той деген жаз бен күзде жасалмаушы еді. Ол кімнің тойы?» деп хандарға сұрады. Тойға шақырған жігіт не дерін білмей шашқақтап, «Наурыз деген қарияның тойы, Наурыздың тойы» деген екен. Сол күні ауа райы аса жайлы болса керек, хан шапарын жамылып далаға шыққан екен, төбесінен қиқылдап қаздар ұшып өтіпті. Көзіне дала өсінде тебіндеп келе жатқан жасыл өркендер шоқтай басылыпты. Сонда хан көкірегін келе деп алып, бұл бір өмірші өлмес той болып, ғасырдан ғасырдар жалғасқалы тұр екен деп сүйіне тыңдар. Сөйтіп сол той, Наурыз тойы, жеті дәнді біріктіріп жасаған көже, Наурыз көже, тойы, күн ай, Наурыз айы тақар кетіпті. Оқушылар, Наурыз мерекесі қандай мереке екен? Молшылықтың, жаңағыне жасампаздықтың, ырыс пен берекенің, баспатулықтың бастауы екен. Тек қана адам ғана емес, табиғат та жаңарып, күннен түн теңелетін мерекелердің бірі екен. Олай болса, мәтін бойынша қазір тапсырма орындаймыз. Бірінші сұрақ, ақсақал неліктен той жасауды ұйғарды? Қарақат, неліктен? Себебі ақсақал ол қыстан шыққан соң көптеген адамдардың молшылыққа кеңестіргісі келді. Және сол себепті ол 22 наурыз күні той жасайды. Тағы да ұлдан айта қойшы, күннен түн қойғандықтан күн жылып, жерге жасыл түсті өсімдікті өсіп, күн жылып жармаларға ұйқыларына бояған кезде молшылық деп атайды. Жарайды, келесі сұрақ бізде. Ақсақал тойдың қызығын қалай түсіндірді? Айта ма, әдемі? Ол тойдың қызығын тек молшылықта ғана емес, адамдардың бір-бірімен жиналуын, бір-бірімен ішкен бір ауыз сөздерінің өте керемет мағынасы екенін түсіндірді. Жарайсың, келесі сұрақ. Үшінші топ. Наурыз көп жерге қосылатын жеті дәмнің мәнісі неде? Басқа оқушылар. Үшінші топ. Гүлдана. Су мен тұз нені білдіреді екен, айран нені білдіреді екен? Айкен? Қане? Әдемі айтады. Бізде айран ол отбасының айрандай үйір отыруын ешқашан шашырамауын білдіреді. Су мен тұз нені білдіреді екен, жаным? Дәм тұзымыз. Дәм тұзымыз үнемі жарасып жүрсін деген екен. Ал дәндеріміз ше, нені білдіреді екен? Жеті түрлі дән неліктен қосады екен? Өсіп, өнудің белгісі екен. Келесі сұрақ. Мереке неліктен наурыз тойы деп аталған? Кім? Айта ғой, Манабек. Наурыз деген қарияның бұйрығымен наурыз деп аталған екен. Келесі, оқушылар, біз наурыз хикаясын қазір қаңдайық. Жалпы мәтін дегеніміз не? Мәтін дегеніміз. Мәтін деген не? Басқа оқушылар жауап береміз. Қарақат. Бір тақырыпқа негізделген мәнді мазмұнды сөйлемдердің тізбесін мәтін дейміз. Мәтін неше бөліктен тұрады? Бөлімдер? Айкен. Кіріспе, негізгі бөлім қорытынды. Ал осы мәтінге кіріспе бөлім қай бөлімде берілген? Кіріспе бөлім қай бөлікте? Қандай сөйлемдерде берілген? Ертеде жауапқан кезде ауылға жауапқа өтті. Сол кезде қария өзінің алып көшіп қонуға бұйырды.
басына түскен ауыр күн деп қойсақ болады. Негізгі бөлім қай жерде берілді? Сөйлемді. Бүгін ұлы істің басталар күні. Күн мен түннің теңелген. Осы бөлімге қандай тақырып қойсақ болады? Наурыз қария қандай бұйрық береді? Бүгіннен бастап үшінші қатар қатысып отырамыз сабаққа. Қане тақырыбын көреміз. Наурыз қарттың бұйрығы. Үшінші қорытынды бөлім қандай сөйлеммен аяқталды? Алашаханның тойға шақырып келеді. Қане шығарайықшы сөйлемді. Бұл бір өміршең, өлмес той болыпты. Қандай тақырып қойсақ болады? Қалай айтасақ болады? Қорытынды бөлімді. Өміршең, өлмес, ғасырдан ғасырға жалғасқан наурыз тойы. Оқушылар, біз негізгі тақырыпты аштық. Наурыз мерекесі және грамматикалық тақырыбымыз біздің күшейтпелі, күшейткіш үстеу. Сабақтың мақсаты үстеудің мағыналық түрлері туралы білімдерімізді тереңдетеміз бүгінгі сабақта, және күшейткіш үстеу туралы теориялық негізде білім алып, осы тапсырмалар орындау бойынша білік дағдыларымызды қалыптастырамыз. Келесі. Ал енді оқушылар мұқият қарай қойыңдар. Ең биік сарай, аса терең өзен. Осы тіркестерге сұрақ қояйықшы. Қандай сарай? Жоқ, айтпен, қане. Ең биік сарай. Қандай сарай? Жарайсың. Аса терең өзен. Аружан. Қандай өзен? Аса терең. Өте мейірімді жан. Балжан. Өте мейірімді жан. Қандай жан? Қандай жан? Қандай жан? Өте мейірімді жан. Керемет биледі. Гүлдана. Қалай биледі? Керемет биледі. Дұрыс. Тым аласа ғимарат. Айтады. Бағлан. Қандай ғимарат? Тым аласа ғимарат. Кілең жүйрік ат. Бағдәулет, Жандәулет айтады. Қандай кілең жүйрік ат? Қандай ат? Қандай жүйрік ат? Кілең жүйрік ат. Мүлдем қозғалмады. Ержан. Мүлдем қозғалмады. Қалай қозғалмады? Мүлдем қозғалмады. Кім дегеніміз қай сөз табын сұрауға? Зат есіміз. Ал енді оқушылар қараңдар. Ең, тым, өте, аса, керемет, кілең, мүлдем, дым деген сөздер бізде күшейткіш үстеуге жатады екен. Бұл сөздер біз тағы да қай тақырыптан өттік? Айтыңдаршы қане. Еске түсейікші, алтыншы тақырыптан өткен болатынсыңдар. Күшейткіш үстеуге ұқсас. Одан айтамын. Күшейтпелі шығайуға қай сөз табыныды? Сын есінің шығайына жатады. Күшейткіш үстеу. Келесі. Күшейткіш үстеу дегеніміз оқушылар. Заттық сынын, немесе іс-әрекеттің, қимылдың белгісін, сапасын күшейтіп, немесе солғындарды, яғни түсіріп айтады, түсіріп көрсетеді екен. Мысалы, тым аласа, ең арзан, өте сапалы, мүлде ұмыту, сәл жүру, керемет, билеу сияқты. Олай болса, бүгінгі грамматикалық тақырыпты толық меңгеру үшін сендермен қазір жұптық, жеке және топтық жұмыстар орындайтын боламыз. Бірінші жұмыс біздің топтық жұмыс, топтастырып ойлану әдісі деп аталады. Мен әр топқа екі суреттен бердім сендерге. Осы суреттерге мұқият қарай отырып, күшейткіш және мөлшер үстеуін қосып, сендер екі суретті салыстырып жазасыңдар. Бірінші суретке мен суретін беріппін. Сырмақ пен текеметтің суреті. Екі суретке қараймыз. Мысалы, бұл неден жасалады сырмақ пен текемет? Киізден жасалады. Үй жиһазының бір түрі. Сырмақтың текеметке қарағанда оюы аз, өте ертеден келе жатқан жиһаз түрі деп жазамыз. Күшейткіш және мөлшер үстеуін қолданамыз салыстырғанда. Екінші топқа бізге үй жиһазының тағы да бір түрі сандық. Сандық не үшін керек ішке? Асыл бұйымдар саламыз. Сандық неден жасалады деп ойлайсыздар? Ағаштан, темірден, сыртында темір қапсырмалар, оюлармен безендірген екен. Қане күшейткіш және мөлшер үстеуін қолданып сипаттап жатамыз.
кешіне ұсақ тұр екен. Торсық бізде аңдардың мойын терісінен жасалады екен. Бұл өркеш торсыққа айран мен су құяды екен. Ал қатерлі, құрметті қонақтардың алдына жез торсық қояды екен. Жез торсық оюлармен безендірілген, қалың және бұл тек қана ірі қараның мойын терісінен жасалады екен. Қане сипаттап тезірек жазамыз. Күшейтілгіш үстеуді қолданамыз. Жаңа ғана айтып кеткен. Сендерге қазір уақыт берілді. 7 минут уақыт беріледі. Таймер қосылды. Тоқтағанда бәріміз аяқтап қорғайтын боламыз. Біргеміз, бір-біріміздің пікірімізді құрметтейміз, сыйлаймыз. Өркеш торсық пен жез торсық екен. Екеуіне бір жаспандай болады. Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Қолдануды ұмытпаймыз, мөлшер үстеуін. Өте ең
Сұрағымды тездетеміз. Бірінші топ тездетеміз, екінші топ қол қойды бізде. Үшінші топ. Үшінші топ. Аяқтаймыз ба? Топтық жұмыстан кейін өзіңізді бағалауды ұмытпайыңыз, бағалау парағына, иә? Үшінші топ. Ал оқылар. Бірінші топ, қане, сендерде сырмақ пен текеметті салыстырып жазу берілген еді. Қане, тұрамыз, кім қорғайды екі оқушы? Сол жерде тұр. Қазақтың өте ежелден келе жатқан жиһаздың Жай, топта қалай жұмыс істейміз? олар кезден жасалады. Текеметтің ою өрнегі өте көп, ал сырмақтың ою өрнектері аздау. Қазақтың ою өрнектерімен текемет басым сырмақ өте үлкен шыдамдылыққа жетектеді. Текемет пен сырмақ өте ежелден келе жатыр. Олар өте әдемі, тым сапалы болып келеді. Текемет сырмақта апа-әжелеріміз тастайды. Қандай күшейткіш істеу қолдандық? Мөлшер істеу ше. Ұмыт кеттік па? Мөлшер істеу бар ма? Жоқ. Екінші топ. Мөлшер істеу болды керек тұғын. Екінші топ. Тұра қойыңдар. Кім қорғайды? Сандық өте ежелден келе жатқан жиһаз. Ол өте үлкен. Әрі асыл заттарды сақтауға өте ыңғайлы. Бұл сандық өте көп ойлармен безендірілген. Бұл сандықтар үйге қажет. Бірінші сандық екіншісіне қарағанда тым ешкі әрі ілме. Ал екінші сандық біріншісіне салыстырғанда заманауи әрі ыңғайлы. Бұл сандықтар темірден және ағаштан жасалады. Және әдемі оюмен сақталады. Бізде бұл жерде күшейткіш Өте кім? Мөлшер істеу ше. Аз, көп. Көптеген мөлшер істеуін сақталды. Енді айту керек, иә? Бұл мөлшер істеу. Келесі үшінші қатар. Екі торсықтың түрін салыстыру керек. Келесі. Оқи бер. Бұл бізде сорты. Ол ерте заманнан келе жатқан ыдыс аяқ. Бұл жерде екі тоқтың түрі берілген. Біріншісі өркешті торсық, ал екіншісі жез торсық. Бұл торсықтар өте сапалы болып келеді. Екінші торсық, жез торсық, ол қонақтардың алдына қойылады. Торсыққа су, айран, қымыз қойылады. Бірінші торсық, ол өркешті торсық. Ол өте сапалы, өте керемет өркестің бейнелерімен бейнеленген. Оның ою өрнектері өте әдемі болып келеді. Оларды көп адамдар ежелден бері көп қолданады. Жез торсық қонақтардың алдына қойылады. Бұл өте сапалы болып келеді. Жарайсыңдар, қандай күшейткіш істеуін қолдандық? Өте Мөлшер істеуінен ше. Аз, көп, және едәуір деген мөлшер істеуін қолданыңдар, иә? Сендер жарайсыңдар. Отыра ойындар. Келесі тапсырма біз сендерге қазір дәптермен жұмыс, тақтамен жұмыс болып табылады. Ұжымдық жұмыс, өлең жолдары, үзінділер беріледі. Сол үзінділерден істеулерді тауып, мағыналық түріне ажыратамыз. Бірінші өлең жолы кім оқып береді? Тез. Әкен. Шапан бәрін бесуге, асау мұнат теңсеге, жылқышылар кетпесіп, егер теңден салқылдан. Ал қандай істеу бар оқушылар осы жоғары төмен. Ол қандай істеу ана? Неге істеу? Тағы да. Жоғары төмен
қылған жағымпаз үйретуден балаға. Қандай істеуді көрдіңіз? Ақырын, анық деген қандай істеу? Сын қимыл істеу. Құрамына қарай? Қандай істеу? Күрделі ме? Негізді ме? Негізді істеу. Келесі. Дәптерімізге жазып отырамыз. Арғымақ аттың баласы аз отта көп жұмсайды. Асыл ердің баласы аз сөйлеп, көп тыңдайды. Осы өлең жолдарында сөз істеу. Аз көп. Ол қандай мағыналық түріне жатады? Үш істеу. Және жазамыз тезірек. Келесі. Ерте жатып. Қане үшінші қатар оқыңдаршы. Айсиса. Ерте жатып кеш тұру. Еріншектің белгісі қандай істеу бар? Ал тек айта қойшы. Қандай істеуге жатады? Сұрақ қойыңдаршы. Несін білдіріп тұр? Мезгілін білдіріп тұр. Мезгіл істеуіне жатады. Бүгін Оңалбек сабағын тез оқып бітірді. Тез. Қандай істеу? Тезірек. Сын қимыл істеу. Айша дұрыс айтасың. Тағда? Бүгін. Бұл қандай істеу? Мезгіл істеуі. Неліктен күрделі? Айша айта қойшы. Бірігуіне пайдалануға жасалған күрделі істеу. Жарайсыздар. Келесі тапсырмаға өтеміз, оқушыларымыз. Бағалауды ұмытпаймыз өзімізді. Келесі тапсырма жұптық жұмыс. Сендердің алдарынан қазір таратып қойғанмын. Аламыз. Жұптық жұмысты қанша оқушы орындайды? 2 оқушы орындайды. Бірігіп берілген бірінші қатарда істеулер берілген. Екінші қатарға бір істеу, туынды істеу, күрделі істеу. Қай істеу түріне жататынын белгілейміз. Тезірек. Келесі. Үшінші ішінде осы тапсырманы орындаймыз. Тез жұппен орындаймыз. Бағдәулет, Жандаулет, құрамамыз. Болдық па? Жарайсыздар. Кім болды тағда? Оқып берші кәне. Тым істеуі түбір істеуге. Баяғыда. Сұрақ қойыңызшы. Баяғыда. Қашан? Қандай істеу керек екен? Мезгіл. Келесі кім оқиды? Назым. Баяғыдан оқып қойды. Келесі. Себебі? Бірігуіне жасалған күрделі істеу. Келесі. Лез. Үшінші қатар. Аудио айта қойшы. Лез істеуі. Қай түріне жатады? Лез істеуі. Тезірек. Лез. Қане, қарақат. Түбір істеу. Келесі. Раяна, дереу. Келесі. Аржан. Келесі. Жаздай. Қазір жауабымызды тексереміз. Бауыржан айта ғой. Жаздай. Туынды істеу. Себебі қандай? Жұрнақ көріп тұрсың? Істеу жасайтын бізде туынды істеу жасайтын жұрнақ. Дай, дей, шаш, деген жұрнақтар бар, я? Дұрыс айтасың, Бауыржан. Келесі. Оқымаған оқушылар бар ма тағда? Жандаулет, Бағдаулет. Соты дайын. Туынды істеу себебі? Күбірі соты. Дайын. Жұрнақ. Туынды істеу жасайтын жұрнақ. Жарайсыңдар. Келесі тәртіп
кейін қожын әдісімен орындалады. Сендерге парақтың жоғарғы жағына бірнеше үстеу бердік және әр қожының астына бір үстеуді жазып қойдық. Мысалы, әрең сөзінің синонимі, әрең үстеуінің синонимін сәйкестендіріп жазамыз. Мысалы, өте. Қандай синоним сөз бар? Тым. Тағы да. Аса. Келесі, шапшаңға бір мысал айтайықшы. Осылай жазамыз, тездетеміз. Үш минут уақыт берілген екен, бұл тапсырмаға да тездетеміз. Өзара синонимді қатар түзе алатын үстеулерді бөліп жазамыз. Бірінші әрең үстеуіне сай келетін синонимді қатарды. Кім оқиды? Әрең үстеуіне. Олдана таптық па? Әрең үстеуіне. Әзер. Тағы да бар етін. Зораға. Келесі. Өте. Оқымаған оқушылар. Өте. Ержан, Абдурахым, Бауыржан, Мейрамбек. Жас. Тым. Ержан айтып қойшы. Тым. Тым. Аса. Өте. Келесі. Шапшаң. Алдияр. Шапшаң. Шапшаң сөзіне синоним сөздерді шында қатардан. Бір мысал болса да айтшы. Өз айтсын. Шапшаң. Шапшаң деп қандай орындайды? Жылдам. Енді жақсы мысалдардан. Ержігіт айта қойшы. Жарайсың. Ақырында соңғы үстеу. Оқымаған Аружан айта ғой. Жай, баяу. Жарайсыңдар. Өзіңізді бағалау парағына бағалаймыз оқушылар. Тапсырманы аяқтаса, қорытынды жұмысқа қараймыз оқушылар. Тез жауап беру керек. Бастайық. Сабақты естіп тұтар. Өткен тақырыптар бойынша сабақты естіп дегеніміз табыс тектісі. Сабақ ойында қай жауабы дұрыс? Дұрыс. Қай көрейік? Дұрыс жауабы не келесі? Үстеу мағынасына қарай неше түрге бөлінеді? Дұрыс айтасың. Келесі. Қолыңыз көтеріп жауап бересіз. Қимылдың болуы мен мағынасын білдіретін үстеудің мағыналық түрі қалай аталады? Айкен, Алдияр, қара, Айтмұрат қара. Некен үстеу көрейік пе? Дұрыс. Бүгін сөзі үстеудің қай мағыналық түріне жатады? Бүгін. Айта ғой. Алған. Мезгіл үстеу дейді. Дұрыс. Келесі. Жарық шамын қыруар ақшаға орнаттым. Сұрақ беріңіз қажет қапты. Жарық шамын қыруар ақшаға орнаттым. Үстеу қайсы сол үшеуде? Қыруар. Үстеудің қай мағыналық түріне жатады? Мөлшер. Дұрыс айтасыңдар. Мөлшер үстеуі. Келесі. Бірігу арқылы жасалған күрделі үстеудің тап. Жоқ. Манарбек. Бүгін қандай сөздердің бірігуіне жасалған? Алдыңғы сабақта айттық. Бұл кәні Бауыржан өзің айтшы. Бұл және күн сөздердің жасалған. Келесі, соңғы сұрағымыз. Сын есіммен тіркесетін үстеудің түрін тап. Көбінесе сын есіммен тіркесетін. Азиза. Айта ғой, әдемі. Шиіткіш үстеу.
Жарайсыңдар. Сәл жасаңыз. Оқушылар, бағаларымызды қорытындылаймыз. Осы тапсырмалар бойынша орын алған және кері байланысты қазір біз күнделік әдісі арқылы осы сабаққа кері байланыс береміз. 1 мен 4 балл аралығында ұпайлар шықса қызыл ұя шықты, 5 пен 7 балл аралығында шықса сары ұя шықты, 8 пен 10 балл аралығында шықса жасыл ұя шықты, бояймыз. Үй тапсырмасы оқулықтағы 135-ші беттегі 5-ші тапсырма. Наурыз өлеңінен есімдіктің мағыналық түрлерін тауып жазып береміз. Ой, берген болды. Аяқтаймыз. Болды. Белгілейсің? Оқушылар бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Үй тапсырмасын жазып аламыз. Түсінікті болса сабаққа қатысқандарына рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.